Bir жылда Қазақстан нарығына 3 бірдей Қытай маркасы келді. Haval, Chery, ал енді Exit. Үлкен отбасылық көлік бізге қашанда керек. Басқалар бағасына сапасы сай машина ұсыналмай отырғанда, көршілес мемлекеттің өндірушісі ойын шардың басынан жазып жатыр. Ассалаумағалейкум баршаға, бұл Колеса KZ. Менің есімім Олжас Оқас. Шолуды бастаймыз. Әзірше Exit'тің модельдік қатары 3 автомобильден құралып тұр. Компакт кроссовер LX, орта көлемді TXL және 5 метрлік VX. Жаттап алыңыздар, бұл Қазақстан тарихындағы бағасы 20 миллион теңгеден асатын алғашқы қытайлық автомобиль. Жалпы Chery мен Exit Ресей және Қазақстан нарығында өзін еркін сезінеді. Exit'тің биыл біздің мемлекетте 1000 автомобиль сату мақсаты бар. Көлік дефицитін ескергенде бұл нәтижеге жету аса қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Алғашқы нәтиже көп күттірмеді. Exit'тің флагмандық моделі VX бестселлерге айналып келе жатыр. 7 орындық машина нарығында бұл ерекше ұсыныс. Ең қымбат, ең қарқынды және өз отандастары арасында ең ірі. Жүрісі қалай? Тексереміз. Ланчпен көреміз ба? Бағыттық тұрақтылықты сөндіріп тастадым. Әкес. Аздаған кідіріс болды, 1-1,5 секундтай. Кейін аттың басын жібереді екен. 2.0 турбо мықты мотор. Тура осындай қозғалтқыш TXL-ге қойыла бастады. Бірақ Ресей нарығында. Жуырда Қазақстанға келеді. Бойында 197 аттың күші болады. Ал VX-те шынайы 249 жылқы. Автомобиль тұмсығындағы басқа бренд атау үшін артық ақша төлеуге дайынсыз ба? Ханзулар, хангуктар салып кеткен сара жолмен келе жатыр. Аз ақшаға максимум беріп, тәтті опциялармен тойдырады. Exit'тің гарантиясы 7 жыл, немесе 200 000 шақырым. Кепілдік шанаққа, моторға, тіпті трансмиссияға беріледі. Техникалық құрамына мән берсеңіз, шетелдік, оның ішінде европалық өндірушілердің атауын жиі байқайсыз. Толық жетек, қорабы, муфта, тежеуші, катушкалар, тіпті электроника. Exit деген no name емес, Chery'дің премиалды суббренді ғой, Toyota'ның Lexus сияқты. M3X платформасында шағын TXL және ағасы VX құрастырылған. Көмектескен Benteler компаниясы. AVL әдеттегідей Chery'ге Acteco моторын ұсынып жатыр, ал Getrack трансмиссиясы BMW, Mercedes және Renaultға қойылып жатыр. 2.0 турбо 385 Нм момент береді. 249 жылқысы 8,5 секундта жылдамдықты 100-ге дейін жеткізеді, яғни VX жүретін машина, қарқыны баршылық. Алайда флегматикалы бапталған преселектив өкпесін толық ашуға кедергі ететін сияқты. 95% жағдайда Exit иелері оффроудқа шықпайды. Сондықтан инженерлер машинаны кімге сататынын білген сияқты. Ол отбасылық кісілер, балалары көп адамдар. Мұндағы толық жетек номиналды, расын айту керек. VX алдыңғы жетекті болса да, сіз аса айырмашылықты байқамайтын едіңіз. Спорт режимде рөлге салмақ құйылатыны ұнады, бірақ спорт режимдегі жүріс стилі онша көңілімнен шықпады. Комфортты, тамаша. VX кореялық модельдердің деңгейінде құрастырылған, таңғалдыратын шешімдер көп. 2 мониторды қосқан ұзын планшет Mercedes-пен ассоциация тудыруы мүмкін. Push-стартты басып қалғанда 12-де 3 дюймдік 2 дисплей жарқ етіп көңіл көтереді. Жұмсақ материалдар жетеді. Рояль лагын байқадым. Ағаш тәріздес пластик. Мультирульда ассистент батырмалары сол жақта, мультимедиа түймелері оң жақта орнатылғаны ұнады. Меңгерігі түрлі диапазонда реттеледі.
электрлі орындығы жайғасқанға ыңғайлы екен. Өзі наппа былғарысымен қапталған, геометриясы дұрыс, адам анатомиясын қайталайды. Есік картындағы ромбы тәріздес ақ тігісі бұл арзан көлік емес деп тұрғандай. Air Conditioning электронды блогы JLR стилінде орындалған екен. Ортада мониторы бар, екі шайба қойылған. Әркім өзіне керекті температураны таңдай алады. Өйткені мұнда бір емес, екі емес, 3 аймақтық климат контроль. Өкінішке қарай беті қара пластикпен қапталған, уақыт өте келе мұнаның бәрі сызылады. Ортада 2 стақан қойғыш, музыканың дауысын шығару азайту шайбасы тура қолдың астында, автохолд системасының түймесі және электронды тұрақ тежеуші. Қазір таңғаласыздар, X7-те дауыс ассистенті бар. Я вас слушаю. Открой все окна. Окей. Я вас слушаю. Открой шторку. Окей. VX-те класстағы ең үлкен панорама. Қараңыздар. Достар, X7-тің 360 камерасымен трансляция сапасы туралы бірер ауыз сөз. Артқа жүргенде мінекей траекториясын көрсеткен, сондай-ақ үжді сұлбасын проекциялайтын мынандай функция бар. Алға жүргенде рөлдің бағытына қарай камера маңайдағы жағдайды көрсетеді. Бұл ыңғайлы, үшкір бордюр қайда тұрғанын, шұңқыр бар ма жоқ па, көліктен шықпай-ақ білесің. Сондай-ақ консольда QI қуаттағыш бар, 360 камерасының түймесі, таудан түсу көмекшісі, жүріс режимін таңдау батырмасы және жүріс ассистентінің түймесі орнатылған екен. Не айтам тағы, проекциясы анық көрсетеді және жол белгілерін анықтайды. Астаналықтарға айтарым, терезелер, айналар, орындықтар, тіпті алдыңғы терезе түбіндегі су бүркек форсункалары жылтылады. Яғни қақаған қаңтардың -95 градусында комфорт сезінесіздер. Достар, X7-тің ерекше функциясы бар. Көліктің артына келіп, бірнеше секунд тұрсаң, жүк салғыш қақпағы автоматты түрде ашылуы мүмкін. Дәл солай, істемей ме деп өзім де білмей тұрым, істеп кетті. Мұны кілттің көмегімен де іске асыруға болады. Жүк салғыш қақпағының биіктігі мәзір арқылы реттеледі. Көлемі 520 литр. Екінші және үшінші қатар орындықтарын түсіріп тастағанда 2600 литрден асады. Органайзерде біраз орын бар, артық заттарды салуға. Штаттық дыбыс изоляциясы қалай екен тексерейін. Бәрі жақсы. Болады. Қақпағының автоматты ашылу опциясы қызық әрине. Бірақ сен әшейін бамперін тексеру үшін немесе мемлекеттік нөмірді ауыстыруға келсеңші. Сұрамайық маңдайынан шаптай ма? Екінші қатарда отырғанда машинаның суреті салынған 4-1 кітте пластикке мән береткесің. Бұл индикатор. Есікті ашар кезде артта велосипедші немесе мопедші келе жатса, қызыл болып жанатта белгі береді. Барлық таксиде осындай система орнатылса ғой. Артта орын көп екен жеге. Басыңыз төбеге, аяғыңыз алдыңыздағы орындыққа тимейді, 20-25 см бос кеңістік бар. Консольда 3-ші аймақ климат контролінің батырмалары, оның үстінде бірақ USB. Мұнысы ұнамады. Қазір iPhone'дар Type-C адаптермен жүреді, сондықтан онша емес шешім. Болашақта пайда болуы мүмкін. Сырты арзан пластикпен қапталған екен, орындық жылыту батырмалары астында. Шынтақ тіреуіште 2 стақан қойғыш, ыңғайлы, биіктігі жақсы. Ал енді 3-ші қатарда орын бар ма екен, соны тексерейік. Ұмытпайық, VX 7 орындық автомобиль. Интрек тартқанда мына орындық толықтай жылжыса, Easy Entry системасы орнатылған деген сөз. Машинада шынайы 7 орын. Өндіруші автомобиль 8 орындық деп артық бөспеген. Балаларға арналған сияқты 3-ші қатар. Ересек адам 2-3 сағат сапардан кейін қажиды. Екі шетінде стақан қойғыштар, бір USB порт сол жақта орнатылған екен. Кондиционерге қосымша вента қуыстар ойластырылған. Арқасы шалқаяды екен. Бір сөзбен минималды комфорт бар. Көлікті ота алдырып, драйвқа салғанда әшейін жүре салмайды. Бірінші кезекте қауіпсіздік белдігін тағу керек.
Жол белгілерін оқитын проекция, соқыр аймақ сенсорлары, қауіпті ескерту, алға артқа жүргенде кілт тоқтау, жолақта ұстау, safety first, Exceed сіздің қауіпсіздігіңізді қатты ойлайды. Жолақта ұстау системасы қосулы, қалай жұмыс істейтінін тексерейік. Окей, қолды рөлден алып тастадым. Центровка жасап, өзі бағыт таңдап, жарқын болашаққа бара жатыр. Менің таңғалғанымша, Exceed'те тіпті ауа ионизатор бар екен. Мысалы, шиқысы біткен КамАЗдың артында кетіп бара жатқанда, анау дизельмен құсып ауаны ластайды. Микроқалдықтар салонға кірмеу үшін ион деген батырманы басып қаласың. Fresh air келіп атады ғой. Заман, технология, нарық қалай өзгереді? Осыдан 5 жыл бұрын ғана масс-маркетке модель шығаратын бірде-бір қытайлық марка жақсы дыбыс изоляциясымен мақтана алмайтын. Exceed премиум бренд деген атауына лайық болу үшін түрлі аспекті бойынша күшейіп жатыр. Жағы дыбыс изоляциясы мәселесіне оралайық. Жақсарту үшін мұнда қосарлы әйнек қолданылған. Мотордың беті пластикпен қапталған. Қытайлар капотты ашудың қажет жоқ, братан деп намек тастағандай. Су қоймасының мойны ғана қылтиып шығып тұр. Осы жерге сұйықты құясыз. Май сүңгіші кішкентай пластикпен жабылған екен. Ашасыз да осы жерден шөпті шығарасыз. Бұны да электронды қылып датчик орнатуға болатын еді. Аккумулятор оң жақта жасырылған. Мына пластиктің орта тұсы карбонға стилизацияланған екен. Енді техника жайында. Exceed VX біздің нарықтағы ең қарқынды Қытай, 249 жылқысы бар. Цилиндр блогы мен басы алюминийден жасалған, гильзалары шойын. Турбина мен термостат электронды басқарылады. Май мен су сорғысы ауыспалы өнімділікпен жұмыс істейді. Бұған 92 құюға болмайды, тек қана 95. Жүргізуші кілтпен көлікке жақындағанда иллюминация автоматты түрде қосылады. Заманауи дизайн, әдемі пропорциялар. Exceed түнде жап-жарық диод оптикасымен көлік легін тіліп өтеді ғой. Ал Porsche, Audi немесе Lexus'ның стиліндегі артқы LED қып-қызыл із қалдырады. 22 миллион 940 мың теңге тұратын флагшип комплектациясы премьер жиынтығынан бекер 500 мың теңгеге қымбат емес. Өйткені бұда 20 дюймдығы дисклер, адаптивті круиз және түрлі қауіпсіздік системалары. Бұл ақпараттың бәрі Колеса KZ мобильді қосымшасында бар. Комплектацияларды, бағаларды сараптап зерттей аласыздар. Сондықтан Колеса KZ-ті жүктеуге кеңес берем. Ой, қытайлар, жарқыраған жарқырауыққа ұшатын сауысқандай диод орнатқан жақсы көресіңдер. Қараңыздар, алды гирлянда сияқты ғой. Линзалы оптика орнатылған. Дөңгелек қай жаққа бұрылса, сол жаққа қарай мына тұманға қарсы шамындағы қосымша модульдар сәуле түсіреді. Түнде керемет жарықтандырады екен алдыңда. Кешеден бері шолу түсіріп жатырмыз ғой. Модель өзіне қатты назар аударады екен, әсіресе түнде. Сырты жаңа жылдық шырша сияқты жарқырап тұр, ішінде ambient light көңіл көтереді. Кісілер бұл қандай машина деп интерес қолақ қояды. Бір сөзбен Exceed VX динамикалы, жақсы жабдықталған нағыз отбасылық SUV. Ал қарсыластары бұндай ақшаға мықты өнім ұсына алмайды. 7 жыл немесе 200 мың шақырым деген гарантияны беріп атқандар бірен саран. Видео ұнаса арнаға жазылып лайк басыңыздар, чаттарда таратыңыздар. Келесіде көріскенше аман сау болайық.